Бишімбаевтың ісін жүргізіп жатқан судьяға белгісіз біреулер қоқан-лоқы көрсеткен. Сол себепті Айжан Құлбаеваны енді жеке күзет қорғайтын болды. Астана қаласының полиция департаменті судья Құлбаеваға қатысты қорқыту фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Судьяның ұялы телефонына белгісіз номерден қоңыраулар мен қорқыту хабарламалары түскен. Қылмыстық кодекстің 407 бабының 1 бөлігі бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу басталды. Судья жеке қауіпсіздік шараларымен қамтамасыз етілді. Жоғарғы сот ғаламторда мониторинг жүргізіп, судьяға қатысты көптеген жағымсыз жазбаны анықтаған. Ол бойынша қылмыстық кодекстің судьяға жала жабу бабымен іс қозғалды. Сот өкілі судьяның атына жала жабу немесе қорқыту арқылы сот төрелігін жүзеге асыру процесіне ықпал етуге тыйым салынатын ескертті. Қазір әйелін асқан қатыгездікпен өлтірді деп айыпталған экс-министр Қуандық Бишімбаевтың сотында куәгерлерден жауап алынып жатыр. Келесі отырыс дүйсенбіге жоспарланған.